Күйлеріңіз керемет, бір-бірлеріңізбен әңгімеде айтып жатсыздар, қалжыңдап тартқан сияқтысыздар. Не болды, неге Сүлеймен келмеді бүгін? Негізі былай ғой, Балауса ханым, ол кісінің жалпы осы жобаға келгендегі несі, себебі ол қате болған изначально. Ол рұқсатсыз, негізі ата-анасы білмейді екен ол кісінің. Ата-анасы, бауырлары, ешкім хабары жоқ екен. Одан кейін ол кісіні эфирден көріп, біраз кісі таңғалып қалған. Таңғалғанда енді сол Ақеркемен кездесу өтті ғой. Содан кейін біраз андай хабарлар естіген. Одан кейін екінші күні енді мен таныстыққа шақырғаннан кейін, ол күні уже олар вроде смирились, бірақ сонда да оларда жаңағы уже бірінші таныстығы болғаннан кейін уже оларда бір сондай бір не қалып қалған. Негізі батыс жақ болсын, олай бөліп жарғанда керек емес. Именно сол кісінің семьясы ажырасқан қызға, негізі Ақерке сен тарапыңа емес, ол жалпы ол кісі үйленбегендіктен ажырасқан қызға негізі ата-анасы қарсы екен. Мүлдем қарсы екен. Енді ата-анасы өте нашарлап қалды одан кейін. Ол бүкіл туысқандар звондап жатыр. Кешеден бері звондап жатыр негізі. Менің жанымда отырды. Біз енді эфирде сырласуда отырғаннан кейін енді телефон соты, бірақ шыққаннан кейін қанша адам хабарласқаны бар, өзінің бөлелері, туысқандары, и айтады, мына қызбен неге сразу осы қызға келмедің деген сұрақтар болды. Неге үйленбеген, тұрмыс құрмаған қызға неге сен бармайсың, неге сен сразу жаңағыдай ажырасқан мамасы қарсы екен, ол кісі айтпай кет қалыпты ата-анасына. Негізі сұрақ сол жерде. Енді мен бұл жерде ештеңе жасырып отқан жоқпын. Өзінің айтып кеткені сол. Кеше бір жағдайлар болып қалды ол кісімен. Негізі біз кеше түнге дейін хабарласып сөйлескеніміз бар. Мен туған күнге барып келдім. Ол жаққа да мені шығарып салды. Туған күнге қатысып келді. Бәрі керемет болды. Сол күні түнде де айтқан болатын, ертең эфирге келем деп. Сонда да бір жақсы емес жаңалықты естіді да сол кісіге байланысты. Естігенмен қоймай, сонда да мен келем дейді. Сосын мен айттым, может, керек емес дедім. Енді ойланып қараңыз, өзіңіз көресіз, мен сізді қинамаймын дедім. Өйткені жағдайыңыз ар жақта уже шешілмеген мәселемен мына жақта шешуге ол болмайды дедім. Өйткені біз қадірді, Айжан, мен уже самолеттің фотосын жіберді, видеосын Ақтауға ұшып қонған. Өйткені отбасына, жағдайына байланысты. Отбасында өте бір ауыр жағдай болып жатыр. Осы таныстыққа байланысты. Сол үшін ол кісі... Яғни сіздің таныстығыңызға емес, Ақеркемен таныстығына байланысты? Сол кісінің таныстығымен байланысты, семьясына байланысты өте бір ауыр жағдай болып қалды. Сосын ол кісіге ұшып кетуге тура келді. Таңда ұшып кетті. Балауса ханым, айта салайыншы, негізінде Айжанның білеміз ғой, жарты сөзінің, точнее сөздерінің жартысы өтірік болып шығады, немесе асыра сілтеп айтатыны бар. Сондықтан да негізінде Сүлейменнің өзі келіп айтса дұрыс болар еді ма деп ойлаймын. Себебі енді жарайды, мақұл, мүмкін мен оған сәйкес келмедім, ата-анасы қарсы шығар. Бірақ егер де сен оған ұнап, неге сол қызға келмеді десе, олар рұқсатын беруші еді деп ойлаймын. Мына жерде Айжан бір нәрсені дұрыс айтпай жатыр деп ойлап тұрмын. Немесе өзі шошытып алған шығар осы мінезімен деп ойлап тұрмын. Жоқ, Балауса ханым, ешкім шошытқан жоқ, ешкімді қинаған жоқ. Біз сырласуда отырдық. Ол кісі айтты, ойбай, мен негізі жақсы ашыла алдым, бірақ ол кісі Ақеркені ұнатады екен, негізінде ше. Ұнатады екен, бірақ оған ата-анасы түбегейлі қарсы болғандықтан, ол кісі кеше бір ойы басқа жақта жүрді, негізі бар ғой. Бірақ сонда да мен ол кісіні жаңағыдай көңілін көтеруге тырыстым, өйткені өзім таныстыққа шақырғаннан кейін ұят болмасын дегендей бір сыйластығымыз болсын. Біз негізі сразу түсіндік, енді мен ол кісіні айттым ғой осы жерде, мен жаңа сүйем, өлем, күйем деп айтқан жоқпын. Сразу біз достықтан бастадық, негізі Балауса ханым, біз дос болып бастадық. Ондай, өйткені ол да ересек адам, мен де уже 30-дамын дегендей, біз жаңағыдай бір-бірімізге ондай жабысып, анау-мынау ондай әңгімелер болған жоқ. Біз сразу біліп алдық, не жағдай болып жатыр. Не жағдай болып жатыр, қандай қарым-қатынас, не үшін, неге бұндай, сіз неге бұндай көңіл күйме отырсыз. Бірақ сонда да ол кісі менің көңіл күйімді қайта-қайта сұрай берді. Мен айтам, бәрі жақсы. Бірақ ол кісінің ішінде біраз дүниелер бар екен, соны ашып, шешіп, шай ішіп кешке дейін, негізі 11-12-ге дейін жүрдік, дальше уже туған күнге бардық. Ол кісі
барынша ашылып маған айтты, ол проблемаларын шештік деп ойлаймын. Мен ол кісіге бір демеу бердім, сол несімен ақтауға кетті. Негізі Балауса ханым Ақеркенің сөзінің жаны бар сияқты, андай бар ғой, өзің диуанасың, кімге пір боласың деген билет алдында осында Жанболаттың үміткерін сонша жерден алып жерге салып едіңіз ғой, сен тойда не істеп жүрсің, бір апта ғана болды танысқандарына деп. Кеше біз туған күнге бардық Балауса ханым. Сол кезде енді бұл кісілер кеше ғана танысты ғой, Айжан мен үміткері. Бірден сол туған күнге апарып, сол туған күн жабылғанға дейін үміткермен бірге болды Айжан. Мен айтқым келеді, мүмкін Айжан сен өзінің осындай бір ашық дүниеңмен, яғни ашықтығынмен үміткерді шошытып алған сияқтысың. Жоқ аяулым, ондай емес. Біз 18-де 20-дағы емес, біз таңғы 6-ға дейін, 2-ге дейін, эфирге дейін біз жүрсек те өзіміз білеміз. 35-те мен 30-дамын, тоқтай тұр сен. Сосын мен ол кісіні негізі қиынап апарған емеспін, Балауса ханым. Неге десеңіз, жаңағы туған күн болатын жер өте алыста екен, қаланың шетінде, Грэсте екен. Сосын такси, негізі мен ойладым, ол кісі мен қазір шарп салады, ол кісіні шығарып салған, мен өзім кете берем. Сосын ол қайда барасың деп қоймайды маған. Сосын мен туған күн, сен не маған алдап деп өзің туған күнге кетпекшісің ба деп ойнап әзілдеп айтты. Сосын онда барасыз ба дедім. Сосын жаңа туған күн иесіне хабарластым. Мен жанымда бір кісі бар, барсам бола ма дедім. Сосын жарайды, келе бер Айжан, бәрібір деді. Сосын мен рұқсатын алып, ол кісінің туған күн иесінің солай бірге барғанымыз бар. Ол кісі айтты, алыста болғандықтан мен сен жалғыз өзің жібермеймін, бірге барайын деп айтты. Осы орайда вот именно Айжан сен 30-дасың, 20-да емесің, ана алжыған миымен сол әбден үміткердің миын аштып жергенсің ғой. Өзіңнің дұрыстап енді айтатын сөзінде жоқ, енді кішкене жасың келгеннен кейін әңгімеде дүзі болмаған шығар деген сияқты ғой. Негізі бәріміз кеше бір туған күнде болдық қой, Абылай бар, бәріміз бар. Сол кезде негізі сыртта сол Сүлейманмен сөйлескен болдым. Сүлейманмен сөйлескен кезде Сүлейман негізі сөйтіп айтты маған, негізі оғаш ойлап қалмаңыздар, мен өзімнің тарапымнан сондай ұсыныс болды. Сол кейін мен как бы Айжанды шығарып салған ретінде келдім бұл жерге деді, бірге қайтқан болатын. Кеше бір жақсы әдемі көңіл күйде жүрді. Мен де ойладым, енді жақсы көңіл күй болғаннан кейін жақсы кездесу болды деп мен де сол кезде ойладым. Мен ол кісінің тарапынан сондай бір ауыз сөзінен естіген бар енді. Осы ханым, мен негізі ойлаймын да, Айжан дұрыс жасады, ол тойға апарған жоқ, ол бар болғаны туған күн апарғаны дұрыс болды. Үміткеріне жақсы көңіл көріп отқан қызды көріп отырық. Айолым, бұл жерде сен айтатын жөнің емес, сен негізі үміткеріне көңіл аудармақ түгіл бетінен алып, төсінен шауып жатсың да, және де басқа адамдардан подарка алып, өзіңді басқаша ұстап жүрсің. Мен Айжанға ақыл айтатын жөнің емес, кішкенте болады. Мен ойлаймын солай. Мен Лаура бұл жерде ақыл айтып отқан жоқпын. Енді таныстықтары бір-ақ күн ғой. Кеше ғана танысты. Сенің ойынша сонда адам бір күн танысса, бір-бірлерімен туған күнде еще шақырылмаған жерде жүре берген дұрыс па? Жоқ, мен ойлаймын, үміткерін өзімен бірге әрдайым ертіп жүрген адам, ол дұрыс деп ойлаймын. Жоқ, Балауса ханым, мен жауап бере салайыншы осы орайда. Ол таныстық негізі біз тоқтайтын білдік. Негізі. Қалай білдіңіз? Оны біз сырласуда білдік. Өйткені уже осы жерде ол кісі ой Ақтауда отырды. Туысқан бауырларын ойлап отырды. Бүкіл кім маған хабарласады екен, кім не айтады екен деген оймен отырды сырласуда. Бірақ енді барынша ол кісіге мен бір проблемасының шешілуіне көмектестім деп ойлаймын. Именно білмеймін, енді осы жерде бір танысып көрейінші деп өзім айттым да сол кісіге. Бірақ біраз нәрсеге көрсетіп, үйретіп, осы қазір Сүлейменнің өзі көріп отса, негізі оның бәрі шындық, бізде переписка бар. Біз аяулым, біз жаңа парочка сияқты болып барған жоқпыз, біз дос сияқты жанымызда, кеше таныстық болғандықтан үлкен адамдар ретінде байынан бардық. Сырласуда біліп қойыпсың да, сен таныстық тоқтайтын. Не үшін кездесуге бардың? Бір тамағын ішіп алу керек болды ма сонда сен? Не үшін әурелейсің сен ол жігітті? Таныстық тоқтайтын біліп қойған екен да, мен ойлаймын, Айжанның өзі қашырып алды деп ойлаймын. Эфир басталғанда кірдіңдер сырласуға. Эфир бітіп қалған кезде шықтыңдар. Одан кейін бірге тамақ ішіңдер, бірге туған 15 сағат жанында жүрдің. Мен ойлаймын, Балауса ханым, Айжанмен 15 сағат жүрген адам бірден қашады уже. Негізі ше? Миын ашты жерген ғой кәдімгідей. Хабарсыз кетіп қалған сияқты ғой кісіге. Одан кейін Лаураны түсінбей жатырмын. Екеуі өткенде ғана бір-бірін бет жұлысып атқан сияқты еді. Сен ананы айтпа, сен мұны айтпа деп. Бірден қолдап шығып қалыпсыздар да, қайтып құрбы араласып бастадыңыздар ма қайтып? Мен бұл жерде қатысушы қызға пікір айтып отырмын, сол үшін мен ондай реніш деген нәрсе. Жоқ, енді
бәріне бірдей қара. Ол Жанболатты не істеді алдын? Жерден алып жерге салды. Сен не үшін апарасың ол жерге деген сияқты. Дәл сол айтқан пікіріне өзі қарсы шығып тұр да бұл. Өзі апарып тұр. Бұл жерде қарашы, той деген бөлек әңгіме, туған күн деген ол басқа әңгіме. Мен ойлаймын, той деген ол ответственность жер, ал туған күн деген ол более-менее адамды кішкене ертіп апарып, ол жерде отырып бірге қайтқаннан тұрған Енді ол жерде де адам санына дастархан жаяды да негізі. Адам санына дастархан жаяды. Одан кейін ол адам мүлдем есепте болмайды ғой. Есепте болмаған екен, өзің хабарласып сұрап тұрған екен, ол да ялғанынан кел деп айтады ғой. Ойбай жоқ, тастап кет, өзің кел деп айтпайды ғой саған. Сенің хабарласып осыны апарсам бола ма деген дұрыс емес та. Сен пікір айттың ғой. Осындай жерде отырмыз ба? Басқа сырттан келген адамды ортамызға қоспайық деп шырылдап тұрып айтқан едің ғой сен. Неге өз пікіріңе өзің қарсы шығып жатсың? Сол Лаураны түсінбей отыр. Балауса ханым былай болды да. Негізі сырласуда біліп қойдық қой, енді таныстық тоқтайтын. Бір себептерге байланысты. Енді ол кісі ма өтініш айтты, мен айта алмаймын ол себебін, иә? Бірақ енді Нұржанның айтып отырғаны дұрыс қой. Егер дұрыс қойған білетін болсаңыз, не үшін бардыңыз? Не үшін десеңіз, өткен біз уже біліп қойдық та, не тоқтайтын. Сосын ол айтты, давай, мен ертең кетем уже. Енді ақыр танысқан екенбіз, кешке жаңағыдай тамақ ішіп дегендей. Мен сен көңіліңді қалдырғым келмейді, сен өте жақсы қылсың, давай дос болып, даже эфир бітсін, бітпесін, дос болып қалайық деген мақсатында біз дос болып жүрдік кешеден бері. Осы сырласудан шықтық, бізде дос болып қалыптастық. Жоқ, енді сұрақ қояйыншы енді, дос болып барған екенсіздер де, шөтті кім төледі? Бүкіл жерде жүргенді, таксиді, басқасын. Жартысын өзім төледім. Точно. Иә. Жоқ, қайдан білмеймін енді. Таныс тоқтап қойған біліп, шайға барады, тамаққа барады бір. Сол кісіні бір барынша пайдаланып қалу мақсатында ғана бір жүрген сияқты да бұл кісі. Енді Балзахан, мен түсінбей атқаным, енді кеше ғана Слиме айтып отты ғой, маған отбасымның айтқаны болсын, достарым болсын, негізі маған маңызды емес ол нәрсе. Маған кедергі емес деді да, мен несі жақсы көрсем, мен істей беремін деді ғой. Бірақ та тұрады екенде Айжанмен бір күн танысқаннан кетіп қала салады екен. Бір күнге жетпеді даже. Кішкене аздаған сағаттың ішінде мен кетемін деп шешім шығарады екен да ше. Айжан, сен ойламайсың ба ол өзінің талабында немесе анаяқты басқа жақтың әңгімелерін емес, адамның өзіне де ойламайсың ба негізі? Жоқ, мен Өйткені Ақеркенің тарапына қарай айтылды ғой, қарсылық білдірілді ғой, ол ажырасқан қыз болғаннан кейін не үшін барасың деп білдірілсе, ал саған не үшін қарсылық білдіріледі деген сұрақ келеді. Әлде сен кімнің, Сүлейменнің өзіне ұнамай қалған шығарсың деп ой келмей ме? Жоқ, мен ұнаған емеспін, иә. Біз сразу шешіп алдық қой. Біз доспыз, Айжан, кеттік. Жаңағыдай, менің бір күнім қалды. Давай сол бір күнді ақыр сен маған ұсыныс тастаған екенсің. Біз соны как взрослые люди сияқты өткізек деп, біз кешке дейін солай өткіздік. Болды, ода тұрған не бар? Кімге ол қинайды, ешкім қинамайды ғой. Балсаған айта кетейінші. Енді мен бұл жерде ойлап тұрмын да, Сүлеймен мырзаның тарапынан бір жігіттік бір не көрсеткен сияқты, бір сыйластық, мәрттік көрсеткен сияқты да, ал негізі айтқан нәрсесінің бәрі сылтау сияқты, просто қыздың көңілін қалдырғысы келмеді, ауыр айтқысы келмеді, сол себепті бір туысқандарын сылтауратып айтқан сияқты, әйтпесе бір Айжан мүлде ұнамаған сияқты болып көрініп отыр. Мәселенің барлығы Айжанда сияқты деп жатыр. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін Перизат пен Нұрсұлтанның қарым-қатынасы не болады? Ғалымжанға қандай